болот анан. Үнүңдү сонун анан сөздери аябай сонун. Анан тигини ырдап алып канаттын алдында кетип баратам. Кеминге иттей ыйладым. Кадыр билбеймиз деген асманда жұлдыз болуп дегенде иттей ыйладым мен. Буган билдиргим келмейт, бирок мынчадан эле ак жолго кетпейт да. Эмнеге жаш, эмнеге кетип калды деп. Sen bana жакшылап сөзүн жаттап берсең 60 жылдыкты өзүм атайм өткөзгөндө. Микрофонду капма. Ayılda kızga çıkarganları oldu.
бар. Күз келіп жалбырақтар құраныдай, көңілдің кетектерін құрағандар. Қыш өтіп махаббатты жазға айрылар. Кейде сені сүйген bir adam var. Қыш өтіп махаббатты жазда келер. Кейде сені сүйген bir adam var. Жашыла сені сүйген bir adam бар. Ерке Тотайда қандай өздеріңде білесіңдер да. Мындай ешқандай бұл қара жұмысқа болмаса басқа нәрсеге жоқ. Бұнікі тек қана өнер, сөз шебері аябайлы. Көңіліңді бір ауыртпайды да. Ошонысы кейін мен кейде ұрсам да, ұрысқанда деле мындай аябай жүрегін албайды. Кейде мындай қатты ұрысқанда мындай анда да жауап қайтарады, бірақ эми сол жауабы жүрегім тілгілеп кетеді де жауап қайтаратын да. Кейін ойлап қоям да мындай көрсе деген осы болып тұрған кез екен да. Кейін қазір осы Ақжол өлгеннен кейін эле басқа нәрсенің бәрі маған бір тиын болды. Басқа нәрсенің бәрі бір тиындығы, өйткені жашауда адамдар эле тірі болса екен, аман болса екен деп эле тілейді екенсің. Мейлі біреудің баласы, мейлі басқа болсын. Өз балаларыма да көп ұрса беретін. Қазір жоқ. Алыста жүрсе де айналайын, ошентип жарайбы, бір-бірің қадірін біліп, бір-біріңді барқыңды біліп, түнде түннің бір уағына шейін ұлы балам менен сөйлесіп, аябай ыйлап, бір көкірегімде сарайым ашылып, жақсы болып қалдым. Сен жақсы сөз айтып жүр, балам, жаман сөз айтпа, балаларыңа мынандай тәрбие бер, кейін өкініп қалмайтындай әрбір сөзіңді ойлап сөйле деген әңгімелер айтып. Істеп атқан жерімде де сол сөзді көп айтатын болдым. Бұрыннандай нәрсеге қойып, төрт жағым түгел, Майран еле, жүрегің ауырып, сағынышым еле басылмай жүретін. Майран ұмыталбай жүргенде орта жолдан Ақжолдың кетіп қалған бұл деген. Аябай сай сүйегім сырқырап кетті анам деген. Басқа нәрсеге қызығушылығы жоқ. Осы жасауда амандығыңды ғана тілеп қалады екенсің. Басқаның да амандығын тілеп қалады екенсің. Анткені бұл жасау бүгін бар, ертең жоқ. Табылмай қалады екен. Қалған нәрсен денсаулығың болса, дастарханыңда наныңда болады екен, ақшаңда болады екен. Самый главный осындай жақсы адамдарды жоғалтып қою екен де. Бұл өмірдің мәнісілі осы екен. Осыған еле көзім жетті. Орында деп маған куплетін жазып беріп кетті. Осын жатта осы театрдың директоріне кіргізіп, менің бір туғаным осыларды айт деп қойды. Гримерныйға барсам, тура Майра сияқты мұрныма да қырлап тұр, қалын жасап кіргізіп қойды. Кейін сахнада ырдайым маған қарап, менен айтысып тұрған бала маған қарап тұр, мен сахнаға қарап тұрмын. Айтып атқан ойымды түге бала беті басын ыржыңдата береді да, мен аябай сөзімнен жаңылып қалаздайым. Бір-екі рет қабақ шытып тоқтат дегендей болдым. Әрең дегенде ырдап шықтым да, бірақ орындап шықтым мен. Майра да жесткий де өте. Орындап шығып еле, шыққаннан түге балаға айттым, мен не сылтындайсың деп. Сіздің осыншалықты жаңағы сахнада қалай жаңылып қалар ма екен, енді сен уже Абай спектаклін өткөріп атқанда сенің шылдыңдаған тура емес болды деп. Мені гримеріне отырғызып қойды да, Қанатты шығарайық, сіз шешінбей тұрыңыз деді. Қанат Майра кеткеннен кейін жүр қалды. Просто бұл айтты, мен түрічінде қорқам, мен алып кетті. Рейстен келіп, кіріп, гримердің артынан кіріп, Майра бар ма десем, өзінің немесінде отырады деп айтты, комнатасында отырады деп, гримерінде отырады деп. Басып барсам, ал өзі айтқанда, мен деген Бишкекке кетем деген да. Мұны алып кетейін деп барсам отыр. Ойынын бірін кеткен жоқсың бұда қой. Актерлар, отырған актерлар, артистер бәрі қарап таң қалып қалды. Мәміл мүнтіп құшақтаған қалып, мен өксіп елейді, мен өксіп елейді. Нөміріміз өткенді біздің.
Анан кейін чыктым, анан кейін сахнада Майраның чоң несі тұрды, афишасы. Анан монтуп колдар, анан менин колумду карап өбөт, Майраның колун өбөт жаңа сүрөттен. Аябай ошондой бир шок болду да байкуш.